Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен муравейник жасайтын боламын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыз. 10 електен өткізілген ұнымызға 1 қасық разрыхитель, 1 жұмыртқа және де маргаринімізді қосып, жақсылап жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жасалу жолы өте оңай, видеомды соңына дейін қараңыздар. Біздің қамырымыз дайын болды, осындай жұмсақ болып шығу керек. Енді осы қамырларымыздың барлығын дөңгелек қып жасап аламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта да өте пайдалы, қолжетімді рецептермен бөлісетін боламын. Сол кезде алғашқы болып өзіңіз көретін боласыз. Және де менің арнамда чак-чактың жасалу жолы, торттардың, тамақтардың жасалу жолы бар. Өтіп көрсеңіздер болады. Қамырымыздың барлығын осылай дөңгелек етіп алғаннан кейін таза пакетке салып аламыз. Пакетіміз дайында, барлығын осылай тізбектеп тізіп салып шығамын. Холодильникке 1 сағат немесе 2 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Кішкене қатты болып шығу керек. Мына мен 2 сағатқа қойып алдым. Енді мясорубкадан осылай ет тартқыштан өткізіп алатын боламын барлығын. Газымызды қосып қойсақ болады. Өте тез піседі. Жасап көріңіздер. Инстаграм парақшамды да қалдырып кеттім, достар, өтіп. Ол жақтан да қарап отырсаңыздар болады. Жаңа рецептер шыққан кезде хабарлап отырамын. Әлеуметтік желіде өз достарыңызбен бөлісуді ұмытып кетпеңіздер. Сіздер муравейникті қалай жасайсыздар? Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Дұрыс жасамаған жерлерім болса, жазып кетсеңіздер болады. Мен ескеретін боламын. Қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмау керек. Песочный болып, қышырлап, өте дәмді болып шықты. Біздің отбасымызға қатты ұнады. Бір жасағаннан шығады екен. Сіздер де жасап көрсеңіздер. Мұны қамырларымыздың барлығын осылай өткізіп алдым. Дайын болды. Енді газге қойып пісіріп аламын. Мана менің муравейнигім дайын болды. Кішкене күйіңкіреп қалды. Сіздер қарап тұрыңыздар, тез піседі екен. Оған молокомызды қосып алдым. Қоюлатылған сүтімізді қосып араластырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. Мына үлкен болып тұрған барлығы майдалану керек. Тәттісін енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қоса бересіздер. Мана мен бутылканың қақпағын алып осыны қолдандым. Сіздер де енді форманы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Мына осылай барлығын жасап шығамын қазір. Суға батырып салсаңыздар жабысып қалмайды. Үгітіліп кетпейді. Холодильникке 10-15 минутқа қойып аламыз. Сол кезде барлығы жабысып, өте керемет болып шығады. Көп уақытыңызды алмайды, тез дайын болады екен, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Қалай шыққанын комментарий бөліміне жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің видеом ұнаған болса, соңына дейін қараңыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода қандай видеолар салғанымды қалайсыздар? Соны да жазып кетсеңіздер болады. Мен ескеріп, жасап видеосын салатын боламын.
Mana осымен муравейнигimiz дайын болды. Өте дәмді болып шықты, достар. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, алғысым шексіз. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.